Сәлем достар, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Біздер бүгін кешкі асқа Текемет деген бір керемет жерге келдік. Негізі бұрында келіп жүрдік бұл жерге. Маған өзіме ұнайды. Сосын бүгін бұл жерде деген акция болып отыр екен. Неге? Шашлыкке. Бір жағынан қанша? 590 ба, 550 ма? Білмеймін точно, әйтеуір. Қазір білемін соның бағасын, ішке барып. Инстаграмнан көріп қалдым. Ішке барып неден сұраймыз, айтады. Сұраймыз ғой, точно бағасын. Мынау қай жер екенін көрсетіп жіберу керек қой, да? Адам екен. Точно білмеймін, қазір қыздардан сұрап айтармыз. Текемет деген осындай жер ғой. Қасында мешіт бар. Ішінде бірақ неше түрлі тамақтар бар бұнда. Алматыда келгенде тамақтанатын жерлердің бірі қолжетімді. Өте қымбат та емес, бағалары жақсы. Кетіп ішке кірейік, ішіне кіріп көрсетейік. Сосын кәдімгідей андай самсаларында андай пісіріп жатады ғой ана жерде. Күшті болып тұр ма қазір? Самсасын көрсетші ал. Самсасын мына жерде сладкістері бар. Мына жерден де мына терезеден тамақ пісіріп жатыр дейсің ғой. Әйнектен көрініп тұр ма бәрі? Иә, көріп тұрсың. Міне осындай күшті қыздар қарсы алады кіріп жатқанда. Мынау самсалары. Мынау не ме? Ташкенттің самсасынан да жақсы сияқты ғой да, деп қояйын ба? Ау. Осы өзбек ағайындар сияқты пісіретін. Мана палау. Мына жерде қазанмен пісіріп жатыр. 5 қазанмен пісіріп жатыр. Бірақ қазанның 6 қазан бар екен. 6-7 қазан бар екен. 2, 3, 4, 6, 7, 8 қазан бар екен, да? Сосын деген, мына жерде отыратын, столмен отыратын жерлер бар. Залы ма? Залы. Биік столда. Сосын ар жағында тағы тапчан бар. Андай неде отыратын. Далада ма? Бөлек кабина далада. Сосын қазір төменге түсеміз. Біз кондиционер бар, жер таңдадық та? Жер тағы көрсетейік. Тапчанды. Мына жерде общий зал ғой. Бірақ жақсы да еще. Жерде айтпақшы, андай көп қонақтық, 80 адам, 40-50 адам сондай жерлерге де қонақтықта заказ алады екен. Тандыр нандар. Тандыр нан да не дейді, лепешка. Сондай күшті нелер. Самсалар қанша қыздар? 450 теңге. Етпен, иә? Тауықпен сырмен бар. Тауықпен сырмен 3 түрі бар. 450-ден. Төменін көрсетейік. Төмендегі жерде күшті сап-салқын отыратын. Қарайға. Бізге қарап тұрған. Төменге түсіп кетірміз. Подвал жағы. Мына жақта мана уборный бар. Мына жерде тапчандары бар. Тапчандар ғой. Бөлек-бөлек. Мына жерде шторын жауып алып отыратын. Сосын не бар? Кондиционер бар. Кабина бар, да? Мына жақта VIP зал деп берді ғой жаңа. Иә. Так, біз келдік. Міне осындай күшті қыздар қарсы алады. Күшті қылып жаңа менюнің бәрін көрсетіп. Атыңыз кім? Аружан деген. Кондиционер бар, іште сап-салқын. Не де, бүгін арзан шашлик берді 2-3 теңгеден, да? Қанша өтті шынымен? Негіз бар. 495 көрдіңіз ме? Жақсы. Бүгін тек акция күні ғой да, ол күнде емес қой. Акцияны өздеріңіз жайыласыздар. Бір апта. Қазір бір аптаға дейді. Арасында жайылып тұрады да осындай акциялар, да? Сол кездегі шашликтер ғой да, сол да? Кішіріп тұрмайсыздар ғой деген. Иә, сол ғой. Бұлай күндері қанша ол акция емес күндері? 1300. Бірталай арзан беріп тұр ғой. 1300-дің шашлигін 495 теңгеден. Айда қысқартып тұрмайсыздар ғой да деп қояды күнде. Штугын бар, штугын. Көлемін. Жоқ, көлемін да ана. Болды. Ойнап айтып отырмын ғой. Ойнап айтып отырсың. Так, енді көрейік, не заказ береміз? Менюдаш? Жаңа нені үйрет? Андай, ортаға ма? Иә. Сол күшті, алдында да соны алдық біздер. 10 000 теңге ма? Иә. 15 ме? 15 мың. Соның өзі бірталайға жетеді. Онда шашлик не істейсіңдер? Ішінде. Соның ішінде ма? Бөлесі болады. Сол жарамай ма? Салатта. Иә. Не қашқыншы? Жарайды. Сендер қонақсыңдар ғой. Ой, жоқ. Салаттан қандай салатты жақсы? Манағы өзінің местный салат бар еді ғой? Текемет па? Ішінде баклажан қуырған. Иә, бар ішінде. Бар ғой да? Сол салат. Сол салат, сосын тағы бір салат боламыз. Фирменің салат текемет деген ба? Иә. Сол жақсы. Фирменің де берейін ба? Не? Сусын бірінші. Кола атып саңшы, мұздай. Кола атып келді жаңағы, лимонадпен бірге да? Мұздайынан. Сандықты келдік қойыштар, ішінде не бар қандас? Бері. Сандықтың ішінде алтын бар сияқты дейсің. Кола ше? Сіздер
мохито бірдеме апельсиннің сок ішесіздер ме кола ішіп бересіз? Біздер де ішеміз, олар да соны іше береді ғой. Мына сандықта не бар? Не бар дейсің? Ашып берейін бе? Ашылмайды ол. Ойнайтын. Біздерге мынандай тамақ келді. Ассорти. Ішінде 5-6 түрлі тамақ бар. Не бар ол? Шашлик бар, Шашлик палау бар, манты бар, фри бар. Тағы еттер бар, в общем. Қауырға андай жұмсақ, андай былқып тұрған. Сосын салат алдық. Мынау қанша мынау? Ассорти? 15. 15? 15 қой да? Алдында 10 мың болды ма? 10 500 болды ма? 10 мың жарым болды. Біздің алдымызда келгенде. Оғанда бір жыл оқыған сияқты да? Солай шығар. Лепешкасын алдық, тамақ жеп аламыз, сокпен, салатпен. Сосын жайлап, қойша ішеміз. Тортпен. Ал көрейік дәмін, пісімаля деп. Ал көрші. Пісімаля деп не жейміз ал? Кім не жейді деп қойып? Шашлик бастайық, негізі шашлик деп келіп еді, бірақ өзгеріп кеттік қой. Шашлик 495 теңге дейсің. Қойдікі бар ма? Қойдікі ма? 495 бар ма? Иә. Жоқ, қойдікі. Ол ет қа. Жеп көрейік, жеп болғасын айтамыз. Ал давай, сас болсын ал. Ал әңгімелерін айта беріңіз бүгін. Камераны сөндірем деп қойын. Гүлекеңді жайлап түсіріп алайын, гүлекең. Қалған заттарды сал болып отыр ғой. Жайлап күлдіп түсіріп алып жатырмыз. Біліп қаласың, мен біліп қалдым, мен түсіріп жатсың ғой. Біліп қалдың ба? Қалған заттарды, тамақтарды салып алайын деп, енді обал ғой ол деген, тастап кеткен. Подписчиктер сөйлейді отырады. Салып алып не болды соны. Тастап кетсең болмай ма? Жоқ, бәрі де сөйтіп салып алады ғой, онда тұрған ештеңе жоқ. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ол деген бәрі де сөйтіп салып алады. Таза тамақ, өзіміздің тамақтарды. Ақшаға келген дүние. Ақшаға келген дүние. Ақша демекші, осының бәрі, короче, 26.900 бірдеңе шықты да, почти 27 мыңға шықты. Сондай, бірақ дәмді, жұмсақ. Мынау 15 мың болғанмен, нақасында уақытюктің бәрі сонда соған жақындап тұрады. Бәрі, шай, 2 торт, шай, 2 кола, сосын 1 салат, сосын 2 лепешка. Сондайға шықты. Бірақ енді дәмді еще қалып тұр ғой. Ақсы болды. Күшті дастархан болды, күшті отырыс болды. Бірталай әңгіме айттық. Енді сыртқа шыққасын түсіреді Гүлекең жалғастырады. Давайте. Ал достар, біздер шықтық. Тамақтанып болдық, енді бұйырса ауылға шамыз бізге ұнады, жақсы жер екен, келіп үш жерге тамақтануға болады екен. Тағы не айтам? Қолында пакет. Артық қалған тамағымызды салып алдық. Енді кешке үйге барамыз. Біздің каналымызға тіркелмегендер болса бізге лайк, комментарияларыңызды ұмытып кетпеңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Сіздерге жақсы видео түсіруге тырысамыз. Тағы да баратын жерлерді түсіретін боламыз. Біздер деген шығып жаяулатып кетіп кішкене тамақтар қатайын деп. Тамақтан енді адуши семіріп жатырмын. Диетаның бәрі қалды, білмеймін. Күнде бірдеңе табылады, енді бастайым дегенде күнде бірдеңе табылады, әйтеуір. Болды, ертеңнен бастап ұстаймын енді. Қонақтар кетті. 70 килограмм болдым ғой, ужас. Бақандай 5-6 кило қосып алдым. 5-6 кило? Қой, енді нетпеймін, енді дұрыстап ұстаймын. Жерге келіп күшті, сыртта отырғанда. Бірақ деген күн әлі ыссы болып тұр. Что-то Алматының погодасы, ауа райы өзгеріп кеткен сияқты. Кешке қарай салқын болып. Бізде Алматыда күн күшті деп мақтанатынен көз тиіп кеткен сияқты. Ысып кетті. 35 градус. Күндіз жаман ысып. 35 градус көрсетіп тұр. Сол, достар, не айтам достарға? Бізбен бірге болыңыздар, лайк, комментарияларыңызды ұмытып кетпеңіздер. Аман болыңыздар. Кездесеміз, ертең тағы да видео түсіреміз, бізбен бірге болыңыздар. Бір жаққа барғанша дейсің ғой. Бір жаққа барамыз деген бұйырса бар. Қараңғы жерге кіріп кеттік, көрінбеймін енді. Давайте аман болыңыздар, сау болыңыздар, бізбен бірге болыңыздар.